Тоқаевтың құдайы болған Қытай мен орыстың көкесін танытатын күн келді. Енді Тоқаев жаңағы ортада ұрғашы демес, еркек демес саясатын жүргізе алмайды. Ол бәрібір батысқа жаға алмайды, себебі оның екі қолы қан. Ол ешқашан батыс демократтармен одақ бола алмайды. Ешқашан Тоқаев батыстық демократиялық күштермен одақ болатын сыртқы саясат, ішкі саясат жүргізе алмайды. Оның жанын сақтап қалған Путин, оның өткенде апат болып жатқанда Қытайға барып шошқаның етін жеп келетін себебі, ол Қытайдан саяси баспана алып, әлемдік ірі соғыс басталғанда, үшінші дүниежүзілік соғыс басталғанда Қытайда паналамақшы. Назарбаев Дубайда, Біріккен Араб Әмірлігінде паналамақшы. Мынау қарғысқа қалған тірі Даджал, Перғауын Назарбаевты паналатқан үшін Дубайды су басып, апат басып жатыр. Міне, Құдайдың қарғысына қалған, лағнеттелген үрім бұтағымен лағнетке қалған Назарбаев барғандық үшін, және сол Назарбаевқа саяси баспана беріп, азаматтық бергендік үшін Дубай Құдайдың қарғысына қалып жатыр. Ал Тоқаев Дубайға бара алмайды. Ресей тасталған болса, онда да бара алмайды. Ол Қытайда қалып қалғысы келеді. Міне, енді жуырда батыс Ресейге, Қытайға, Иранға қатаң соққы беруді бастағанда, бірінші кезекте алдыменен суға түскенде де бірден шолп етіп түспейді ғой. Бірден жаңағы тамыр басады. Бірінші кезекте Ресейдің, Қытайдың, Иранның иттеріне соққы беруден бастайды. Кім? Қытайдың, Ресейдің ортақ иті Ким, Солтүстік Корея. Ресейдің, Қытайдың ортақ иті Тоқаев. Міне, не Кимге, не Тоқаевқа соққы беру басталады. Алдымен бұларды ойбайлатады. Сосын ары қарай біртіндеп өздерін жан-жақтан қыспақ қала бастайды. Міне, әлемдік геосаясатта осындай жағымды жаңалық болып жатыр. Германдар кезінде қатты қиналып, бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында әбден тығырыққа тірелді. Сосын билікке Германияны өркендетем деген уәдені беріп Гитлер келді. Гитлердің кезінде бүкіл Германияда ең алдымен радио жалпыласты. Әрбір Германның орта табы, жай айлыққа жұмыс істейтін заводтың жұмысшысы Volkswagenнің мәшинесін мінді. 1939 жылы Германияның ауылдағы егін егетін диқаны Volkswagenнің машинасын, Сантана Джеттаның ескі аталарын мінді. Дәл ондай жағдайға сол кезде Америкада, Англияда жете алмаған. Сол Германия екінші дүниежүзілік соғысты бастады. Тас-талқан болып жеңілді. Бірақ содан қайтадан күшейіп қуатты болды. Енді жағым жаңалық. Германияның канцлері Қытайға барып жағымпазданып қайтты ғой. Бірақ батыс қауымы наразы болмасын деп, енді Украинаға бірнеше Патриот 3-ті сатып алып Украинаға берем деп отыр. Патриот 3 деген не? Әуеден қорғаныс кешені. Сөйтіп Шолц ол да жаңағы түлкі саясат қолданып отыр. Бірақ тағы бір жағымды жаңалық. Америкада қазір Украинаға көмек беруді жақтайтын конгрессмендер, сенаторлар көбейді. Бүгін ертең сіздерге Америкадан Украинаға тоқтап тұрған көмек бар еді ғой. Осы уақытқа дейін міне дауыс беру жетіспей тұрған. Сол мәселе осы тіпті бірнеше сағатта шешіліп қалуы мүмкін. Жағымды жаңалық болса сіздерге жеткіземін. Бірақ Украинаға көмекті жалғастырайық дейтіндердің саны артқан. Жаңа жеке конгрессмендер, бұғанға дейін Украинаға қарсы болып келгендер, Украина өз мәселесін өзі шешсін дейтіндердің саны азайып, енді қазір Украинаға көмек беруді қолдайтындар көбейіпті. Егер Америкада Байден шалдың осы жобасы өтіп кететін болса, онда Украинаға көмек жалғасады. Енді қызығы, міне анау Украинаның сыртқы істер министрінің бір мәлімдемесін осы бірнеше сағат бұрын оқып қалдым. Үлкен жетілік G7 Украинаға көмекті жалғастырамыз депті. Бірақ қандай көмек айтылмады. Бірақ НАТОның жаңағы сыртқы саясатына жауапты маңызды тұлғалардың твиттерлерінің бәрінде айтып отыр, біз Украинаға көмекті береміз деп отыр. НАТОның, Еуроодақтың басшыларының бүкіл твиттерлерінде бір ортақ ерекшелік. Әрине, Америка көмектеспесе де, Еуропа Украинаға көмектесуге тиіс деген сөздерді айта бастады. Әрине, Украинаға көмекті ең көп беретін Америка. Екіншісі Еуропа еді. Енді Еуропа өздерінің міндетін сезіне бастады. Неге? Украина егер кетсе, қауіп Еуропаға төнеді. Американың қылшығы қисаймайды. Енді Еуропа бұдан бұрын салмақтың бәрін Америкаға салды. Американыкі де бір өкпе. Сендерді мен қорғайды екен. Бүкіл шығын менікі екен.
Бүкіл тауарды менің халқым терілеп тепшіп өндіреді екен. Қаруды мен тасып апарып береді екен. Сен де рахаттанып, кемпір шалыңа дейін ыстық жерге барып, пляжда күнге қақталып, теңізге шомылып жүреді екенсіңдер. Сендердің шығындарың жетпейді екен. Менің халқым қымбатшылыққа ұрынады екен. Америкада өкпе. Американда осы конгрессте әдейі іліп қойып, Еуропаны Украинаға көмектесуге мәжбүрлеу болуы мүмкін. Әгі сен саларда мен салар, атқа шөпті кім салар дейді ғой. Сөйтіп келген бір қонақтың атына шөп салынбай, жем берілмей қалып бір ұят болады ғой. Дәл қазір Украинаның жағдайы сол. Бірақ ол үшін торығуға болмайды. Америка көмекті жалғастыру бек мүмкін. Және Еуропаның лауазымды тұлғалары біз көмекті сөзсіз береміз деп ашық айта бастады. Дүние қақ екке жарылғалды. Қақ еккеге. Тоқаев жаңағы еркектердің сапына, ұрғашылардың сапына өзінше жаңағы қақ екке жарылған дүниеде ойнауы мүмкін біраз бұлталаңдап. Путиннің құшағына барып, бір кіріп кетіп, Ши Цзиньпиннің жаңағы құшағына бір кіріп өзінше. Сөйтіп Америкаға келіп, жаңа ернін бояп, Америкадағы әгіндейлерді разы қылып, өзінше бітіп бұлталақтау мүмкін. Бірақ енді оған келмей қалды. Енді қысқасы, иттің ғана баласы сені саған алданатын біз ақымақ қой деп бедім деп. Бірінші алдымен білесіздер, зұлым империялар бірмен бірі қақтығыспай, алдымен бірінің итін бірі ұрады. Бірінің итін бірі ұрады. Кезінде Иран Американың иті болған. 79 жылы Иранды төңкеріс жасатқызған Совет еді. Совет сөйтіп Иранды өз құшағына алды. Міне сол Советтің құшағына кірген Иран 79-дан бері орыстың иті болып отыр. Міне жарты ғасыр санкцияның астында қиналып отыр. Иранда шарасыз отыр. Енді осы сыздауықтың бәрінің жарылатын кезі келді. Алдымен алып күштер, алып империялар бірінің итін бірі ұрып бастайды. Иттері қыңсылайды, қаңсылайды, жаңа қаңқылдайды. Сосын сол иттері ажал құшады. Содан кейін барып империялар бірімен бір тіке соғысады. Бізге үлкен орай кепті. Бірінші дүниежүзілік соғыста да бәленбай халық бостандыққа шықты. Екінші дүниежүзілік соғыста да бәленбай отар елдер тәуелсіздік алды. Мынау аталсын аталмасын үшінші дүниежүзілік соғыс енді осында өмір бойы Орыс пен Қытайдың тепкісінде келген Орта Азия азаттыққа шығады. Әрине Орта Азияның қормалы да, қорғаны да, бас қалқасы да, қалқаны да болған қазақ бірінші тәуелсіздікке қол жеткізеді. Жақсы күндер алда, аман сау болыңыздар. Сөзімнің ең соңында аймақтағы апат болып жатқан жердегі қазақ бауырларымызға қайғыра отырып, өзімнің тілектестігімді білдірем және көзімізді ашайық. Апаттың бірінші қайнар көзі Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе. Мына жүйені құлатпай, апат ешқашан үзілмейді.